Негізінде ереже бойынша 20 минут сабақ, 20 минут сабақтан кейін сабақ бүтін көреді. Ереже бәрі бір кітапта. Негізі екі сабақ болып өтеді. Заманда ережесінде даярлар болады. Ол Жылы жүрек әдісі арқылы амандасып алайық. Кірген кезде қайтадан жерден айтеміз. Құндылықтар әдісі бойынша жерді таңдайсыздар. Осы сіздер арқылы тоққа бөлмесіздер. Жасын шарпатандар өтірде. Жасын іске барасыздар. Жасын іске барасыздар. Жасын таңдағанда ашылмайды екен. Таңдайыңыздарда отыра беріңіздер. Негізі ашылатын жасағанымыз бойы.
жалпы білім беретін орта мектепте бүгінгі семинарымыздың тақырыбы мектеп жасына дейінгі 5 жасар баланы адалдық пен адамгершілікке тәрбиелеу. Осыған орай біз жаңағы құндылықтар есігі арқылы сіздерді 3 топқа бөліп алдық. Осы тақырыпқа біз байланыстырып, адалдық пен достық, еңбекқорлық деген 3 топты таңдадық. Енді құрметті қонақтар, осы жерде осыған орай біз тренингіміздің тақырыбын адал болса жүрек, орындалар тілек деп алдық. Бұл жердегі мақсатымыз жалпы адамзаттық құндылықты және ұлттық құндылықты бойына сіңірген ұрпақ тәрбиелеу. Балаларды кішіпейілділікке, адалдыққа, адамгершілікке баулып, өздерінің көпшілік орында қалай ұстай білуді үйрету. Ал енді көпшілік келешектегі армандарының орындалуына осы жас кезіндегі алған тәлім тәрбиелері, білімдері әсер етеді деп ойлаймыз. Енді адамның адамгершілігі, сыпайылығы, білімділігі, адалдығы оның жасаған іс-әрекетінен білініп тұратыны сіздерге мәлім. Бүгінгі таңда балаларға ұлттық тәрбие беру біздің осы ұстаздардың алдында тұрған үлкен міндет. Халқымыз айтады, баланы өз тәрбиемен тәрбиелеме, ұлтының тәрбиесімен тәрбиеле деп айтады. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың бойына сіңірген ұрпақ тәрбиелеу қазіргі таңда ұстаздардың алдында тұрған үлкен міндет. Ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген бала келешекте Қазақстан мемлекетінің дамуына үлкен үлес қосады деп сенеміз. Ал енді бүгін шамалы енді жасанды адамгершілік, адалдық қасиеттер өз бойындағы жақсы мінез құлық, жақсы әдеттер құралады. Ол ананың ақ сүтімен, әкенің үлгі өнегесімен, ата әжеңнің берер үлгілікті, ақсақалдық тәрбиелерімен бойына сіңеді. Мектепте, балабақшада ұстаздар өмірдегі жақсылық пен жамандық, адалдық пен арамдықтың айырмасын танып білуге көмектеседі. Өмірде дұрыс бағыт таңдай білуге үйретеді. Адамның бойынан әдептілік, сыпайылық, адамгершілік, адалдық, ізеттілік қасиеттер табылса, әрине адам сымбатты, парасатты көрінеді. Болашақ армандарына жетуіне осы қасиеттер жол ашады. Ал енді құрметті қонақтар, сіздермен қазір енді күбіршінен келген хат әдісі арқылы сіздерді ситуациялық сұрақтарын қойып, сол ойларыңызды ортаға салуларыңызды өтінеміз. Сіздерге қазір бұл жұмысымызды ары қарай жалғастыру үшін менің серіктесім Құстаубай Гүлбанұлы. Hoş geldiniz. Sizlerge бүгінгі көгершінде бірнеше қатыр сұрақ жауап. Яғни ішінде ситуациялық және құндылықтар сұрақтар бар. Сол сұраққа жауап берулеріңізді өтінемін. Алдымызда сұрақтың бәрін және кімдердің жақсы жауап бергенге сыйлығымыз бар.
Өзім аларында шарттарды қояйын дедім. Бірінші албатында сұрақтарымды шебесіне тапсырма берді. Оқымасында бұл дайын өзіміз сендер дайындалсын деп мен өзім шақырдым. Маған қойылған сұрақ балалар арасындағы адалдықты, достықты дамыту үшін қандай әдістер қолданар едіңіздер? Мен енді немерем болдым деп айтпадым ғой. Қазір менде 1 жас 9 айлық немерем бар. Азанда мен намазға тұрған кезде ол да тұрады немерем. Мен не істесем соны істейді. Соны қарап тұрамын да осы эгоист болып кетеді ма? Тек өзін ғана ойлайды. Олар бізден де ақылды. Мен отырмай жатып өзінің орнынан отырып алдына ағамның әдеттерін өзіне беретін тартып алып тұрады да. Сонда мен енді мына жерде өзім сразу бірдеспен адалдық достық дегенді айтқым келгені қыздарымның балалары қыздар келеді, немерелерім қыздар. Оларға мен ше еш уақытта жаңағы қасықты былай ұста, отты ұстап отыр, аяқ қоспенен үйретпеппін. Олар келсе болды, соларды жаңағы жақсы тамақ берем, сыйлық берем, киіндірем, қыдыртам, қуанып кетсін деп ойлайды. Ертең кезде айтады олар. Нағашы апаменен не әкетеміз дейді да. Соны дайындап қоямын дейді. Ал енді өзім одан немере болғалы, мен өзімнің адал емес екенімді, дұрыс апа емес екенімді түсіне бастадым. Себебі ол немереме мен үйретемін. Мына қасықты оң жағына қой, мынаны сол жағына қой, алдыңа тарт, маған көбесің, өзің ғана емессің, бәріміз отырмыз, дұрыстап отыр дегендер үйретіп жатырмын да. Мен сонда адал апа болмақпын. Аналарға осыны үйретсем болады ғой? Неге? Жоқ, оларға үйретпей болады ғой. Тәтті тамақ берем, киіндірем, қыдыртам қайтарамын. Ал балама ондай істегім келмейді. Киім жетеді, тамақ жетеді деймін да, осындай дұрыс тәрбие бергім келеді. Сіздер де сол мен сияқты эгоист болмаңыздар. Қыздың баласына да келгенде дұрыс тәрбие беріңіздер, ұлдың баласына да дұрыс тәрбие беріңіздер. Маған сұрақ келмесе мен сол адалдық менде болмады деп өзім соны айтқым келді. Тұра салып та, ал енді достықпен Құдайға шүкір менде екінші немерем келді. Сол енді үлкен немерем келген күннен бастап, кішкентай немерем келген күннен бастап үлкен немеремді. Мынау сен бөбең, мынау сен інің, сен ағасың, бетін сүйші, бетін сүй, қолын қара деп, сондай бауырмалдыққа үйретеді. Шомылдырған кезде қасыма алып тұрамын үлкен немеремді. Әлгі қара, ләләң өсіп береді, ләләң құлағы бар, ләләң көзі бар, бұны аты кім, әлем, әлем деп сөйтіп айтып үйретемін. Достық деген осы шығар деп ойлаймын. Бауыр бәрі уақытта ешкімге бергісіз ғой. Сондай әдістер қолданып жүрмін деп ойлап қоямын өзімше. Мынау енді екеуі тату болады, ұрмайды. Сен біреуге барсаң, балалар қырсымады ғой. Мынау ағасының інісі ғой, бауыр ғой деп ойлайсың. Осы бастан сондай үйреткім келеді. Ұрмауға, оны кеппеуге, тамақты бірге ішуге деген сияқты. Сол шомылдырған кезде де оның аяқтан өсіп, мынау аяқ, мынау қол, мынау көздер, мынау басы, көзін ұстама деген сондай әдістерді үйретіп, енді дұрыс апа болып келеді деп ойлаймын. Кемшілігін мойындап келген адам, ол адамға төрелік айтады дейді. Қаламдарды өзім осы балама беріп жүрмін. Ана қыздардың балалары негізі ондай бермейді деп. Соны қалам әкеп, ерте кітап әкеп, ол боятам. Азаннан бір тасығанда дұрысынға шығамыз деп. Жаңағы аю тошы дегенді қойып келгенбіз бізде батқамыз. Мен осы деп атса, таңғы жатты ғой деп қойып. Қалғанды сұраққа жауап бер. Тосын сыйға, ол асыл сол. Оның да сұраққа жауап бермейсің енді. Сен бар ішінде тосын сыйға. Арқарып, қыздар тезді жауап берейін. Қалғанды сұраққа жауап бер. Өз ойларға қойыңыздар. Ситуациялық жағдай оқушыларға өте тамаша, жаңа бізде активно. Келесі
Rahmet жана керемет жауап. Бала өтірік айтып қойды, сіз оған қалай түсіндіресіз дейді. Әрине ең бірінші бала ол өзі сөзбен түсіндіруге болады, бірінші сенікі дұрыс емес болмады, ол жерде сенде қателік кетті, сен былай істеуің керек еді деп. Ал егер ол жағдай көмектеспей жатса, осы өмірде мысалы келтіру керек та, мысалы өзі соның орнына қойып қою керек. Егер ол бір нәрсені сындырып қойса, мысалы келесіде оған айту керек. Мысалы сенің досың оны сындырып қойды. Енді оған жаза қолданамыз деген сияқты. Ол сол кезде ана баланың орнында өзі болады да, түсінеді. Менің орныма басқа бала, менің орныма менің қателігімді ол мойындап тұр деген сияқты да. Сол кезде ол өз қатесін түсініп, келесіде олай жасамайды деп ойлаймын. Жарайды, керемет жақында. Жылдамдарды ойлайларыңыз сіз айтып жіберіңіздер. Сіздер мамаңыздар ғой, иә? Ешшендер бір мектептің қаймағы мамаңыздар ғой. Ойларыңызда жылдам құрылымға айтып жіберіңіздер. Сіз тәрбиеші қолыңызда кейін бала бар. Ол басқа балалардың сатыны жиі тауып алады. Бір күні осы бала өз сенің ұялы телефонын алып үйіне алып кетті. Осы жағдайда сіздің әрекетіңіз дейді. Бұл жерде менің әрекетім бұл баламен жеке сөйлесу, ол дұрыс еместігін айту, одан кейін ата-анасымен байланыста болып, олармен де жарайды. Сіздерге сұрақты сіздерге 6-7 жасар баланың психологиясына сәйкестендіріп алдық. Енді қиын емес деп ойлаймын. Барлықтарыңыз оны іс жүзінде, практика жүзінде көріп жүрсіздер. Бала күнделікті тәртіп ережелерін жиып тұрады. Оған қалай түсіндіресіз дейді. Балаға мектептегі тәртіп ережелерімен таныстырамын, және үйдегі ережелермен таныстырамын. Баланы ерікті болуға, адал болуға тәрбиелейміз. Енді сұрақ бар ма? Жарайды. Өте құнды сұрақтарға жауап алдық деп ойлаймын. Біз өткенде осы мектептен Айгүл Жүгінісованың дәстүрге жол деген форум өтті ғой неде, Түркістанда. Біз сол жерге бардық, осы мектептен біраз мұғалімдер сол жерде Оразгүл Асанғазиева былай деп айтты. Мынау мөңке бидің айтып кеткен, ақыр заман жақындағандағы айтып кеткен белгілері қазір жер бетінде біліне бастады дейді. Сол ақыр заманнан осындай тығырықтан ұрпақтарымызды, балаларымызды алып шығатын, мынау сіздермен біз ұстаздар жаңағы адамгершілікке, ұлттық тәрбиеге, ұлттық құндылықтарға қарай бейімдеп, сол балаларды осындай тығырықтан алып шығатын сіздерге күш жігер тілеймін. Ары қарай келесі. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деп Әлихан Бөкейхан ағамызға қарай, есейгенде елге қызмет ету үшін өршіл рухты мінез керек. Сол өршіл рухты мінезді қалыптастыру үшін тәрбие керек. Бұтақты иетін кезінде деп халқымыз айтқандай, тәрбиені балаға жас кезінен беру керек. Енді құрметті қонақтар, жасанды кейіпкер әдісі арқылы сіздерді баланы адамгершілікке, адалдыққа, ұлттық құндылықтар қасиеттеріне қалай тәрбиелейміз, сол туралы мынау мультфильм желісі арқылы диалог құрастырамыз. Қазір енді сіздер осы мультфильмді мұқият тыңдаңыздар. Әрбір қимылына, әрбір сөзіне мән беріңіздер. Жер бүгін сиырға шөп бердің ба? Жоқ, берген жоқ. Ол
сыйлашыпса, әлі мөңіріп жат. Бармайды. Күні бойы үй шаруасын істеп шаршап, шай ішуге енді ғана отырмайды. Бер сиырын ашимын. Сен маған не айтып тұрсың? Үйдің егесі менмін. Ал сен менің тілімді ат дегенімді істеуің керек. Күшті! Ойлы тапқан сөзі қара мен сенің көң емеспін. Ешкімді де тыңдамаймын. Сен маған не айтып тұрсың? Саған керек па? Өзің жасап ұтылма. Қарашма, әкіреңде қоймайды ғой. Тамақ пісір, төсек сал, аты шу кіргізу дейді. Өзі отырып алып бұйрық бергеннен басқаны білмейді. Міне, бұған бірдеңе айтсам болды, тоқтамайды. Таң атқанша бажылдан шығады. Жоқ, сен мені енді өлсең де сөйлеспеймін. Олай болса, кім бірінші тіл қалса, сол сыйға жеңбейтін болсын. Келістік. Құрметті қонақтар, мынау алла көсеміз фильмін жақсылап мұқият қарап алыңыздар ғой, әрбір қимылына, әрбір сөзіне. Енді осы мультфильмнің желісі бойынша тәрбиеге байланысты, адалдыққа, адамгершілікке байланысты диалогқа түсеміз. Әр топтан екі адам шығып, диалогқа түсеміз, диалог құрастырамыз, сосын әр топтың жұмысын бағалаймыз ары қарай. Сіздерге диалог құрастыруға 2 минут уақыт береміз. Жастарды кейіпкер, иә? Жоқ, өздеріңіз былай айтамыз, жастарымызда диалог алыңыздар, қасыңыздағы серігіңіз арқылы шығып. Қазір мен мультфильмді қайтарып қоямын да, бірақ дауысын шығармаймын. Сіздер дауыстайсыздар да диалогқа түсіп. Мысалы, жаңа тәрбиеге, адалдыққа, адамгершілікке деп жатырмыз ғой. Мына жерде жаңағы сиырға кім шөп салады деп жатыр, иә? Ал сіздер баланы бақшаға кім апарады деген сияқты. Болмаса, басқа да өздеріңіз идеяларыңыз арқылы құрастыруға болады. 2 минут уақыт дайындыққа. Жоқ, анау тәрбиеге байланысты айту керек, тәрбиеге байланысты. Қазір мынау мультфильм 2 минутта диалогқа түсесіздер, қасыңызда серігіңіз арқылы. Ары қарай жалғастыра бересіздер. Жоқ, жазып алыңыздар дайындық үшін. Сосын жаққа шығып айтасыздар. Мынау жаңағы шал мен әйел екеуі кезіп несіп айтып жатыр ғой. Күйеуі шалы болса, күйеуісі жаңағы әйел болады.
Vaktimiz ayaklandı. Daim top olsa şapalı bilgi vereyim. Şimdi bugün sıyırlaşıp bir oğlum orada sıyırlaşıpsın. Ne olacak? Yok, içeri bu tabak oldular var. Bir takılmasın, çağırın da. Ya şansım, babam geçmeyin, kızlar var. Niye müminin sırasın? Vermeyeyim sana. Çocuğum, babam geçti, babam var mutabık oldu. Gözün şarkı gözün yüreğin işi. Ne kişiye koy boyatı görmedim. Babam müminin geçti, muhalefet gitti, tutar olmalı. Niye gözün çıkarmasın? Bir vakti kurmaçları var. Mesela niye mi yetiyetini vereyim, şarkılar vereyim, kuşunu vereyim, gözün yüreğini gözün çıkarmam. Bizim dostumuz, hayda. Niye mi benim kuşunu? Müminin kız kurmayı. Niye de kuşunu? Yüzü söylesin, ne demiyorsun? Dostum, kız olabilirse, gidip bir sözü ortasına. Evet. Dostum var. Gerek bizde bu bağlamayız. Gelirsin toplar. Kıyımlardan birinin üç kıyımlar verin ya. Anam şu mu? Herkese bugün babanın sabahta bağırmanda terbiyesi yetişimini bilmezdim diye kalkırsak işte. Babanın terbiyesi. Oy. Ne boyucum sanmayı. Çarşayım bu ne kadar hiç değil. Niye ki? Niye diye büyüdüm törbüleke bağlasakanın kırık zamanında bir size de taraf koyun. Erkek koyun, oğlunlar, kişi koyun, 10 kişiye degen. Size karanlık babanın terbiyesi. Tek kadar bana cübde diyor, kını diye olsun annemi. Kını diye olsun demedi. Şarşaydı. Şarşar birinde olsa bala gitmeye. Balanın karaşı, balanın dünyaya erkeğinin yerinde terbiyesi yıkıyordu. Ortak bir terbiyeli. Yıkıyordu. Bir terbiyeli. Herkese. Ben terbiyeli konuşsam ondan keşke balamı söylesin. Ben başında tamaşa o gece bana bir oturan annesi yani babamın terbiyesine karamakta bizler. Tabii zaten en türlü doğru çıktı zaten. Burada kendini tanıdan iyi müzikte. Asiye'nin buraya. Baba terbiyesi kuralı
Келесі торияда ішінде егер болып тұрады. Иә, ішінде болып тұрасың. Басына қалып кетеді. Иә. Енді шаякте шайындайын ба? Әй, оқығасы баланы бақшаға ақалы керек, сендігін ақасы. Өзінетке ақар. Мен күнге ақарамын ғой, мен ше, неде кетеңші. Жоқ, мен ақасайын. Әке асқартау, әкеге қарап бұл өтер дейді. Өзің апарып, өзінен көйлесіп, бақшаға алып барып. Қарайды, бұл олғасы өзінің бұл да жаңағы ата мен ананың ортасындағы бала тәрбиесі туралы диалог болды. Бұл да құнды диалог. Енді қараңыздаршы, енді мына жерде біздің елдеріміз жюриларымыз болады деп жюриларымыз әділқазыларымыз адамнан болмай енді соған байланысты қайсылықтың жауабы өте құнды болды деп ойлайсыздар? Дегенмен соның ішінде бізге біреу керек. Достқа беріліп оны достың арқасында емшіліктің арқасында ал енді құрметті қонақтар, сіздерді шамалы сергітіп алайық. Бұл жерде сергіту сәтінде қазақтың қасиетті ойындары дейді. Бұл жердегі бұл сергіту сәтін алған мақсатымыз ұлттық құндылықтарды еске түсіру арқылы қолданыс арқылы сергіп алайық. Енді қазір бәріміз орнымыздан тұрамыз. Қазір мен айтқан құндылықтар сіздердің бойларыңызда болса, алға қарай бір жылжып, бір қадам жылжып шапалап ұрамыз, иә? Мен өз анамның патриотымын. Енді мен үлкен кезде кішіге құрмет көрсетемін. Мен үлкендердің батасын аламын. Өте тамаша, мен туған жерімді сүйемін. Өте тамаша, бәріміз де өз ұлтымыздың патриоты екенбіз, иә? Енді орнымызға отыра қоямыз. Аяқтарыңызды қол көтеріп алсаңыздар, енді біздің ары қарай дайындарамыз. Я осы енді бір тыңдап алайық. Дауысы шығарсын. Бұл жерде адамгершілік, адалдық туралы, бала тәрбиесі туралы айтылған. Енді осыны сабағымызды ары қарай, тренингімізді ары қарай жалғастыру үшін бастаушының бірлестігінің жас маманы Иманбердиева Жанар, тұз терапиясы. Енді бұл кісіні сіздер өте жас деп ойлап қалмаңыздар. Бұл кісі бұған дейін психолог қызметін атқарған мектебімізде. Тұз терапиясы әдісі арқылы жұмыс жүргізеді ары қарай. Бүгінгі тақырыбымыз адамгершілікке, достыққа байланысты болып жатыр ғой. Адалдық, адамгершілік деген кезімізде көз алдымызға қандай сурет бейнеленеді? Сүйіспеншілікке, жылулыққа, сүйіспеншілікке, әдемі
сұлулыққа өздеріңіз көз аударуыңызға елестетіп қазір сол суретті ана ақпараттың бетіне желім арқылы сурет саламыз. Ол үшін бірінші түрлі түсті борды алып, өзіңізге ойлаған суретіңізге қажетті тұзды алып, мына тұзды аламызда түрлі түспен, мысалы гүл болса, қызыл түспен бояйтын болсаңыз, қызылға керекті тұзыңызды алып, онымен үйкелесеңіз қызылға боялады. Кім қандай сурет салғысы келеді, соны сол түспен бояп, дайындап алыңыздар. Әрқайсыңыз бір сурет алыңыздар. Иә, әрқайсыңыз. Енді сіздерге уақыт шектеулі 2 минут уақыт. Мысалы, адамгершілік, адалдық десек алдыңызға. Сұлулық тұрышы. Үй деген сияқты. Тұзды алып алып, ормен үйкелесек, өзіңізге қажетті түсті алып алып, сізге қандай түс керек, сол түсті тұзақпен шығарып аласыз. Сөйтіңіздер де тұзды бөліп алыңыздар да, түрлі түсті ормен үйкелеңіздер. Үйлесеңіз шығады. Шығады берейік та. Қанақ үйірін балаған сүренге кире аласыздар. Қалаған суреттеріңізді. Балаларды әдемілікке баулу, адамгершілікке баулу, достыққа, жанашырлыққа. Кейіннен тұзды бояп болғаннан кейін желім арқылы суретті саламыз да тұзбен үстіне себелейміз. Сол кезінде біздің әдемі суретіміз шығады. Уақыттың шектеулі екенін еске түсіреміз. 2 минут уақыттарыңыз қалды. Я бормен. Қаттырақ, можно қаттырақ үйкелесек, әдемі түс оқушыларымызды соққы моторикасын дамытады, қиялын дамытады, тұзды тазалыққа пайдаланамыз. Су кетіру үшін көп жерге тұздың пайдасын өте зор екенін сіздер өте жақсы білесіздер. Енді желім арқылы суретімізді салып, керекті түсімізді үстіне себелейміз. Сол кезде біздің әдемі суретіміз шығады. Жылдамдамыз. Құрметті қонақтар, уақытымыз шектеулі. Бұл тұз терапиясының да мақсаты балаларды адалдыққа, әдемілікке, достыққа, адамгершілікке тәрбиелеу. Біз сурет салғанда осы ұлттық құндылықтарды тәрбиелеуге сақтай отырып саламыз суретті. Өте әдемі мына кісілер адалдық көрінісі. Жұмысымызды аяқтаған көп. Шапаларымыз белгі беріп.
Бұл келген баланың қиялын моторикасын дамытуға ешағанда көп көмек етеді. Жұмысты аяқтаған топтар бар ма? Аяқтадыңыздар ма? Иә, адалық тобында бастар жұмыстары өте. Адалдық пен адамгершілік үйрету үшін біз қандай сурет көз алдымызға елестейді деп тапсырылған еді. Сіздердің суреттеріңіз қандай болды? Немізді суретіңізді таныстырып, неге ол суретті таңдадыңыз, соны айтып берсеңіз. Мен жүрек бейнесіне келетін себебі адамның жүрегі тыныштығында барлық жақсы тілектер бәрі жүректен шығарып сол үшін жүрек таңдадым. Өте тамаша, дұрыс. Бірақ енді жүректің тұсын дұрыс таңдау керек еді. Сіз жасын қойып иә, келесі. Дұрыс, әдемілік, әсемдікті таңдауға, Әдемілік, әсемдік арқылы оқушыларды жақсы қасиетке тәрбиелеу. Келесі әдемілік, сіз бұға адам тобы бітіретін алдында өте тамаша. Табиғаттық, туған жер табиғаттық осы жұмыстар сіздерге бар балаға, отбасыма, айналамдағы достарыма, дос-жарандардың бәріне ақ көңілмен, ақ пейілді білдіргім келеді. өте тамаша. Бала жүрек. Өте тамаша, идеямыз өте жақсы. Көр астында көктеп тұрған ауыз бәйтерек жапырағындай қалған. Махаббатта, айналаға деген, адамға деген барлық махаббат осы адамның жүрегінде болады. Барлық жүрегінде жүректе болады. Өте жақсы жүрек, иә, адамның басты моторы жүрек дейді, бірақ соны айнасақ Өте тамаша, өте құнды, иә, өте құнды идея. Иә, отбасы туралы әкесі, шешесі қасында баласы бар, төбесінде күн жарқырайды, иә. Келесі, иә, келесі. Бұл мен ең бірінші мен өзімнің тазалығымды, өзімнің адалдығымды жұртқа көрсету үшін бәріне мейіріммен қарауым керек. Одан кейін ең бірінші өзімнің ұлтымды сүйім керек, ұлтымды жақсы көру керек. Одан кейін сол кезде менің өзімнің жүрегімнің кеңпейілдігі ашылады. Мен басқаларға да өз шуағымды шаша аламын. Және ол шуағымнан мен өз балдарыма білім беремін. Ол балдарым менің шуағымнан нәр алған кезде олар да көбірек ойлап естиеді. Және олардың маған мейірімі
тек маған қайтадан өзіне айналып Иә, келеді. иә. Өз айналамызға қалай қарасақ, қандай мейіріммен қарасақ, оның бәрі тек өзімізге қайтып келеді. Таңдаған сыйлы болмау, таңдаған бояулардың бәрі сіздің ашық мінезді Иә, мына қуаныш шашып жүретініңіз көрінеді. Иә. Құрметті ұстаздар, идеяларыңыз бір-бірінен бірі асып жатыр, өте тамаша. Ертең бұл достық тобы бітті ма? Иә, бітті ма? Келесі топ. Еңбек тобы маған қарасаңыздаршы. Өте тамаша. Иә. Жаңағы жасыл Қазақстанға айтып жіберейінші. Ағаштарынан кейін өсімдіктер жасыл ауаны тазартып тұрады. Иә. Тағы бар ма құрметті қонақтар? Болды. Олай болса бұл біздің тұз терапиясы әдісі арқылы сіздердің идеяларыңызды тыңдап, өте тамаша бірлеріңіз асып жатсыздар. Сіздерге сәттілік тілейміз. Енді құрметті қонақтар, біз сіздермен қоштаспай тұрып, сіздерге жаңағы айтып жатыр ғой, жасыл Қазақстан деп, жасыл жапырақ деп, гүлденген бақша, сайраған құстар, ашық аспан, күн сәулесін шашып тұр, көбелектер гүлдер гүлге қонып, ұшып жүр, сондай бақшадан жүріп сіздерге сыйлыққа тартамыз. Адал болса жүрек, орындалады тілек деген тренингіміз соңына келіп жетті. Қазақстанның білімді де тәрбиелі, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген ұрпақты тәрбиелейді деп біз сіздерге кәміл сенеміз. Енді мынау алдарыңызға берілген ашықтап осыған сіздер өздеріңіз екі тілек, бір ұсыныстарыңызды жазып, аты жөндеріңізді жазып кетсеңіздер, біз сіздерге сонда кері байланыс күтеміз. Бізге уақыт болды. Екі тілек, бір ұсыныс. Құрметті қонақтар, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс айтамыз. Әсіресе мына біздің әртістеріміз Раушан апайға үлкен рахмет. Осы семинарды ұйымдастырып, сіздерді ұйымдастырып, біздің мектепте алып келіп жатыр. Еңбегіне